Сәлеметсіздер ме балалар? Ана тілі 1-ші сынып 87-ші сабақ заттың сынын білдіретін сөздер. 1-ші жаттығу: өлеңді мәнерлеп оқы. Мен дәрігер боламын. Ақ халатты киемін, әппақ болып жүремін. Әппақ болып жүргенді өзім жақсы көремін. Дәрігермін мен деймін, кәрі-әжемді емдеймін. Көп ішіп дәріні, кәрілікті жеңдеймін. Өлеңнің авторы Өтебай Тұрманжанов. Ал енді балалар, осы өлең бойынша тапсырмаларды орындайық. Дәрігерді кім деп айтады? Дәрігерді ақ халатты абзал жандар деп айтады. Дәрігер не істейді? Дәрігер науқастарды емдейді. Өлеңнің алғашқы шумағын көшіріп жаз. Қандай сұрағына жауап беретін сөздердің астын сыз. Өлеңдегі ақ, аппақ, жақсы деген сөздер қандай деген сұраққа жауап береді? Бұл сөздер заттың сынын білдіреді. 2-ші жаттығу: мен дәрігер боламын өлеңінің мазмұнына сай келетін мақалды тауып жаз. Өнерлі бала сүйкімді, ағаш көркі жапырақ, ауырып ем іздегенше ауырмайтын жол ізде. Балалар, бұл мақалдың ішіндегі мен дәрігер боламын өлеңінің мазмұнына сай келетін мақал ауырып ем іздегенше ауырмайтын жол ізде деген мақал. 3-ші жаттығу: берілген суреттердің ішінен дәрігер қолданатын заттарды ата. Балалар, бұл суреттердің ішінде дәрігер қолданатын заттар дәрі-дәрмектер мен кеудені тыңдауға арналған құрал. Балалар, осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сендерге бұл сабақ түсінікті болды деген ойдамын. Видео ұнаса, міндетті түрде видеоға лайк басып, және де осы каналға тіркелуді ұмытпаңдар. Назарларыңа рахмет. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар.